Сәлеметсіздер ме, балалар? Ана тілі пәні 1-ші сынып 71-ші сабақ. Бас әріптен басталып жазылатын сөздер Нұр-Сұлтан мен Алматы. Адамның аты жөні бас әріптен басталып жазылады. Досан, Әсем, Нұржанұлы. Жер, су аттары бас әріптен басталып жазылады. Алатау, Тараз, Жетісу, Семей, Іле. Үй хайуанаттары мен жануарларына қойылған аттар бас әріптен басталып жазылады. Ақтөс, Мойнақ, Байшыбар. Бірінші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Нұр-Сұлтан мен Алматы. Оңтүстікте біреуі, солтүстікте біреуі. Нұр-Сұлтан мен Алматы еліміздің тіреуі. Екеуі жер жанаты, екеуі елдің қанаты. Егіз туған баладай Нұр-Сұлтан мен Алматы. Серікбай Оспанұлы. Бұл жерде түсініксіз сөз жер жанаты, ең көрікті жанға жайлы жер деген мағынаны білдіреді. Өлең не туралы айтылған? Өлең Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласы туралы айтылған. Өлеңде аталған қалалар туралы білетініңді айт. Нұр-Сұлтан қаласы еліміздің бас қаласы, Алматы қаласы әсем қалалардың бірі. Екінші жаттығу сөйлемдерді оқып жер су аттарын теріп жаз. Жәнібек Нұр-Сұлтанда тұрады. Нұр-Сұлтан қаласы Есіл өзенінің бойында орналасқан. Ол демалыста Атырауға барды. Жайық өзені қаланы екіге бөліп тұр. Адамдар өзеннен көпір арқылы өтеді. Жер су аттары қалай жазылғанын айт. Жер су аттары Нұр-Сұлтан, Есіл, Атырау, Жайық. Бұл сөздер бас әріппен жазылған. Себебі жер су аттары бас әріппен жазылады. Үшінші жаттығу берілген сөздердің ішінен қала аттарын теріп айт. Тараз, Семей, Қарағанды, Ақтау. Балалар дәптерлеріңізді ашып, дәптерге солтүстік, шығыс деген сөздерді әдемілеп байланыстырып, екі сызықтың ортасына көркем жазасыздар. Екінші жаттығу Нұр-Сұлтан, Есіл, Атырау, Жайық деген сөздерді әдемілеп дәптерге көшіріп жазасыздар. Келесі өзің білетін қала аттарын ата. Атырау, Алматы, Қарағанды, Қызылорда, Шымкент, Таразы. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.